балдырған сәби болыппыз. Ал қазір ұлдарымыз ер жетіп, қыздарымыз бой жетіп қалды. Осындай кезге жеткізген бірінші ата-анамызға, содан кейін ұстазымызға алғысымыз шексіз. Оның рас. Білім әлеміне бізді жетелеп, жол көрсетіп, тәрбие беріп жүрген ұлағатты ұстаздарымызға мың рахмет. Отанын, туған жерін, ұлтын сүйетін ұлтжанды, парасатты, азаматты тәрбиелеуде мұғалімнің еңбегі орасан зор екенін баршамыз мойындаймыз. Ұстаз ұлағатты есім, шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, тәлім-тәрбие беру, жақсы қасиеттерді бойына дарытып, адамгершілік рухта бағыт-бағдар беруде ұстаздың еңбегі зор. Сондықтан да ол әрдайым қасиетті тұлға ретінде ерекшеленеді. Білім көшін жылжытып келе жатқан ұстаз қауымына құрмет арта бермек. Тәуелсіз ел атанып, төбемізге ту тігіп, тіліміздің мәртебесі артып, әлемге атымызды танытып жатқан кезеңде ұлттың, елдің болашағы жас ұрпақ тәрбиесіне де мықты көңіл бөлуі қажет. Осы егеменді, тәуелсіз Қазақстанда өркениетке бастар жолдың бастауы мектеп десек. Мектептің басты тұлғасы жүрегі, мұғалім. Адамның адам болып қалыптасуына ата-аналармен қатар мұғалімнің де рөлі зор. Ұрпақ болашағы, халқымыздың келешегі қазіргі ұстаздардың қолында. Ұстаз болу жүректің батырлығы. Осындай ұстаздардан білім алып жатқаныма мақтанамын.